Баршаңызға сәлем. Сіздермен бірге бүгін 40 қабат қосылған пирожки дайындайтын боламыз. Өте дәмді болып шығады. Менің рецептіммен дайындап көріңіздер. Бізге керекті 1 стакан су қосамыз, 1 стакан айран қосамыз, 1 жарты шай қасық тұз қосамыз, 1 ас қасық қант қосамыз. Осының барлығын араластырып, үстіне ұнымызды құямыз. Ұнымызды құйып, ары қарай жұмсақ қамыр илейміз. Үш ас қасық сұйық май қосамыз. Міне қамырымыз дайын болды. 1 сағатқа бетін жауып қойып қоямыз. Табамызға майымызды құйып, үстіне 40 қабатымызды саламыз. Оның үстіне 2 ас қасық томат салып, жақсылап қуырып аламыз. Міне қамырымыз көтерілді. Ары қарай қамырымызды осындай бөлшектерге бөліп шығамыз. Қолымызбен жайып, ішіне салмамызды саламыз. Қызып тұрған тавамызда 2 бетін аунатып қуырып аламыз. Міне пирожкилеріміз дайын болды. Көтеріліп, өте әдемі болып шығады. Достар, менің рецептіммен дайындап көріңіздер. Баршаңызға көп рахмет.